Сұрқия, 5 бөлім. Қайрат 1 курсты Жауқазын университетті тәмамдаған күн. Күндіз бітірушілердің диплом алғанына орай жастар салтанатты кештен соң қыдыруға жол тартты. Әбден тойлап жастық шақтың буына мас болып жүрген жастар бейқам. Ертең алдында не күтіп тұрғанын да білмейді. Қолдарындағы диплом жай құжат емес, ол да бір жауапкершілік екенін сезерде емес. Үлкен өмірге қадам басқаны қаншалықты маңызды екенін ойлап жатқан олар жоқ. Қайрат болса мұнды, өйткені дипломын алған соң сүйіктісі өз туған қаласына, яғни ата-анасына қайтады. Қалайда айырылып қалмаудың амалын жасамақ болған жігіт қызды алып қашуға бел буады. Сол жерде достарымен ақылдасып, оншақты қыз-жігіттер жинала ұйымдасып, Жауқазынды келін етіп түсірмекші. Қайрат дереу анасына қоңырау шалып келін әкеле жатқанын айтады. Алма түн жарымда келген хабардан шок болады. Ұйқылы ояу баласының не айтқанын ой елегінен өткізіп қорталар емес. Артынша 1 сағатқа жетер-жетпес есіктің қоңырауы соғылып, жастар үйге кіріп келді. Дел сал күйде тұрған Алма келіннің басына орамал тағуға да зауқы жоқ. «Апа, келініңіз құтты болсын», деп Қайраттың достары келіп бетін сүйіп жатыр. Ешкім кіріндер демесе де, жастар төргі бөлмеге Жауқазынды итермелеп, жапа-тармағай кіріп алады. Баласы болса бақыттан бал-бұл жайнап, келінсымақ майысып төрде отыр. Өз еркімен келгені көрініп тұр. Алмаш ұлын шақырып алып, «Балам, бұның не?» деп суық дауыспен. «Анашым, мен оны сүйемін, түсінесіз бе? Ғашықпын. Қуансаңызшы мен үшін. Жалғыз ұлыңыз бақытты болуға лайықты шығар, иә? Балам, сен әлі жассың ғой, оқуын ше? Семей асырайсың ба әлде оқу оқисың ба?» «Бәріне үлгерем, анашым. Ең бастысы, Жауқазын екеуіңіз қасымда болсаңыздар болды маған». «Сен не айтып тұрсың? Апарып тастана жүлекпені», деп даусын шығара бұйырып еді. «Онда мен де бірге кетем. Жауқазынды қабылдамағаныңыз, мені де қабылдамағаныңыз», деп бұрылып сыртқа шығып кетті. Алма бір орында мелшиіп тұрып қалды. Арық малды асырасан, аузы басынды май қылар, арық адамды асырасан, аузы басынды қан қылар деген осы екен. Иттің баласы. Әкесінің ісін істеп тұрғанын қарашы. Қаны оңбағанның ұрпағы. Оңбайтын анық екен. Көрсетейін мен саған махаббаттың не екенін. Жауқазын ба керегі? Жауқазыннан өзінде безесін бір күні. Сволочь!» деп іштей баласының таңдауына өштесті. Бөлмесінен орамал алып, төр бөлмеде сызылып отырған сыбызғының басына байлап қойды. Сол жерде отырған достары жүгіріп барып Қайратты шақырып келді. Ләппайға зар болып отырған ұлы жетіп келіп анасын құшақтап, рахметін жаудырып, «Келіншегім», деп сүйіктісін құшақтап мәз. Барлығын бөлмеден шығарып жіберіп, келінмен оңаша қалған Алма жас қызды сұрақтың астына алды. «Әке-шешеңе звондап айтасың ба? Әлде біле ме? Дипломнан кейінгі планыңды?» «Звондап айтайын, хабаршылар жіберу керек шығар. Ол кісілер не дейтінін сұрайын». «Ол кісілер не дейтіні маған қызық емес. Мені билеп төстемейтін шығар енді. Өз еркінмен келгеніңді айт. Беташар той бәрі бірге алдағы уақытта болады. Құдалықты да сол кезде жасаймыз. Есік ашып барамыз. Әзірге жағдай жетіңкіремей тұр», деп бұйрық берді. Қыз әке-шешесімен сөйлесіп, енесінің сөзін айна қатесі жеткізді. Жастар улап-шулап таңға дейін тойлап тарқасты. Жауқазын басына орамал тағып келін болып қалды. Түнімен әр ойдың жетегінде кеткен Алмаш қалайда келіннен құтылудың амалын ойластырып жатыр. Ертесі ұлы екеуін қатар отырғызып қойып, «Шырақтарым, екеулеп жұмыс жасандар. Біреуін оң қолым, екіншісін сол қолымсыңдар», деп ұлының көзінше келінді өміріне қабылдағандай кейіп танытып отыр. Алайда ішінде басқа жоспар бар. Қалайда келіннен құтылудың амалын ойластырамын деп Алмаштың басы қатты. Анасының уайым үстінде жүргенін ұлы сезіп жүр. Той жасау мен қалың малды ойлап жүрген шығар, деп пайымдайды іштей. Елдегі ахуал Алмашқа жақсы сылтау болып, құдалармен бетпе-бет кездесу кейінге ысырылды. Бірақ жұмыс табу қиынға түсті. Амал жоқ. Өзінің бастығымен сөйлесіп,
келінін жұмысқа тұрғызды. Ұлы жақын жердегі көлік жөндеуде 1 жылдан бері жұмыс жасайтын. Сабақтары онлайн болғандықтан ара-тұра тек мерекелік іс-шаралар кезінде баратын. Қайрат сол жұмысын жалғастырып жүрді. Алмаш келін түскен соң 1:07-ден кейін вахтаға кетті. Келген соң орнына келінін жіберді. Вахтадан қайтарда жұмыстас келіншектерге қатан тапсырма беріп кетті. Әр жұмыс күні аяқталған соң асхана жұмысшылары қосылып ішетін. Марфуға әрбір отырыстың ұйымдастырушысы. Сол күні де керемет кештің иесі Марфуға болды. Қиқулатып, ән айтып, 50 граммнан противовирус деп қағып салатын бәрі жабылып. Шанадан келдің, ұжымды менсінбей отырма деген сылтаумен Жауқазынды да ішкізді. Карантинге дейін кафе аралап, ән айтатын қызға ішімдік жат емес, бірақ дос та емес. Жанашыр апайлары қолға салған соң бірнешеуін тартып жіберіп, арқасы қозып ән айтып көңілді отырды. Осындай отырыстар бірнеше рет қайталанды. Кейін командаларына жігіттер қосылып, ұн өндіру оңай емес, шан басайық деп олар да қосыла жетін. Әрбір отырыстың көріністері, яғни фото-видеолары Алмаштың телефонына жіберіліп отырды. Әр айғақ келген сайын қу сұрқия ененің көңілі жайланып, келіннен той жасамастан құтылатынына қуанушы еді. Келіні жұмыстан келгеніне 4 күн қалған кез болатын. Кешкі ас үстінде баласы WhatsApp-пен келіншегімен сөйлесіп отыр. Телефонды қойған соң ақырындап бастады. Келін шырақтың бауыры ауырмай ма екен? Білмедім анашым, өзінен сұрамасаңыз маған айтпады, дейді бейкүнә жігіт. Менің ұжымым ұнап жатқан шығар. Я, ұнапты. Әсіресе Марфуға апаны мақтап жатыр. Біздің Марфуға бәріне ұнайды. Өте керемет бөтелкелес қой, деп қарқылдай күлді. Бөтелкелесі несі? Деп сәл тосырқап қалды. Енді Қайратжан-ау, біздің келін Марфуғаның тобына жақсы қосылыпты. Тіпті бірге стакан соғыстырып жүр екен. Қойыңызшы анашым, қайдағын айтпай. Өй, сенбесен міне, фотоларын қара. Жұмыстың чатынан келіп жатыр, деп ұлының телефонына фотолардың жартысын жіберді. Диірменші жігіттер бар фотоларды кейінге алып қалды. Бір рет ұрыстырғанның әсері аздау болады-ау, деп келіні екінші рет вахтада ішпей қалуы мүмкін деп болжады. Қайрат орнынан ұшып түрегеліп бөлмесіне кіріп кетті. Түнімен гүбір-гүбір ұрысты естіп, сол түні жақсы ұйықтады. Келіні жұмыстан оралған соң Қайрат үйге келмеді. Барлық бәле енесінен екенін біліп, Жауқазын ашық әңгіме бастады. Мама, несіне көрсеттіңіз Қайратқа суреттерді? Қызым, мен көрсетейін деп көрсетпедім, білесің ғой сотқа түсінбейтінімді. Қайрат өзі көріп телефонына аударып алды, деп мойындамайды. Сіз көрсетті деді ғой Кайыр. Оттамасыншы, еркекке сенгенше 2 босағана сен. Әкесі де сондай еді. Өтірікті сылқитатын оңбаған неме. Кезінде быт-шытымды шығарып ұратын. 1 жылдан кейін басылды ғой. Байқап отырсам бұл балада қанына тартпай қоймайтын сияқты. Тура әкесінің іс-қимылдары, деп ұлын өтірік жамандай бастады. Жалғасы бар.